бүгін мен сенің курсың арқылы сен жауапкершілігін сезіндім. Сенің курсың арқылы күнің сәтті өтеді сен. Мен сенің курсың арқылы алғыр екенін сезіп тұрмын. Лаура Маратқызы, мен сіздің курсыңыз арқылы өмірге деген жаңа мақсаттарыңызды көріп тұрмын. Көп рахмет, thank you. Жақсы балалар, ондай болатын болса, бүгінгі сабақта барлықтарыңызға сәттілік тілей отырып. Окей. Жақсы балалар, ондай болса, сабақ көреміз, олай болса, селфи әдісімен топқа бөлініп алайық. The winner of the first group Azdali, the second group Tolvanay, and the third group Ayzada. Okay? Selfie әдісі. Топқа бөлінді, әне бәріміз сабаққа зейін қоямыз. Идея көз алдарына елестеді деп айтуға болады. Қандай идея көз Бұл көрсетілімдер мен алдына мақсат қоюды және дұрыстап мамандықты таңдауды. Мамандықты дұрыс таңдау. Жақсы. Дұрыс. Мен бұл жасанды интеллект видеосының түсіріліміне түсінгенім, бұл жерде әр адам өзінің таңдаған мамандығын дұрыс таңдап, сол мамандықты ары қарай жалғастырып, сол мамандықпен жұмыс жасауы және де тізе сәтті. What Marjan Жұмабаев said? Nurullah? That he trusts us and wishes us good luck, and he believes that our future believes we will be right. Will be right. Okay, thank you. Good. The next one. Yes, sir. Не байқап тұрмыз? Кім не байқап тұрмыз? Айтады, Азалия. Екі тұлғаның мамандық таңдауы. Ерасыл. Екі тұлғаны байқап тұрмыз. Осы жерде мен көптеген мамандықтарды көріп тұрмын. Суретші мамандығын көріп тұр. Жақсы. Келесі сөйлейміз, е? Медицина мамандығын көріп тұр. And what else? What professions in English? Айзада. Chef, okay. Ayzada. Stomatolog. Dentist, yes. Yelaman. Fireman, okay. What else? Ayolun. Okay, thank you. Жақсы баланы көрді, е? Енді жаңағы көрсетілім бойынша өзімізге ой түйді. Яғни біз қандай мамандықты болашақта таңдаймыз деген сендер ойда болдыңдар. Олай болатын болса, қазір осыны қарай жалғастырамыз ойымызды. Okay, tell me please, whose smile is this? Мына жерде күлкілер берілген. Яғни біз стоматолог мамандығы болғаннан кейін біз халыққа не сыйлаймыз? Күлкі сыйлайсыздар, иә? Әдемі күлкі сыйлайтын мамандық иегерлерісіздер, иә? Енді экранға назар аударамыз. Whose smile is this? Who is this? Come on. Кім? Mbappe, yes. Okay. Өте дұрыс, өте жақсы. Жақсы. Whose smile is this? The famous person. Айзада. Геннадий Головкин, yes? Okay, good. Жақсы, өте жақсы балалар. Whose smile is this? Кім екен? Айтамын. Jenny, yes. Kim Jenny. And whose smile are this? It is the Grove, famous in Kazakhstan. Айтамын, 91. Yes, okay, thank you. Next one. And Жақсы балалар, міне күміс күлкі сыйлайтын мамандық иегерлері анықтап алды, е? Жақсы. Келесі. The term of the LOS is stomatology. Сонымен біздің тақырыбымыз жастардың кәсіп таңдауы және Мағжан Жұмабаевтың мен жастарға сенемін тақырыбы бойынша. Білесіңдер, балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы жастардың кәсіп таңдауда жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызын түсіндіру және мен жастарға сенемін идеясы арқылы жастардың өзіне сенімділігін нығайту. Бүгінгі біздің мақсатымыз. Және стоматология мамандығының ерекшелігін, маңыздылығын, талаптарын анықтап түсіндіру және тістің құрылымын ағылшын тілінде меңгерту сабақтың мақсаты.
Жақсы, The next балалар one. таныс болса. Қазір Тістің құрылысын жалпы білеміз балалар, иә? Тіс неше бөліктен тұрушы еді? 3 бөліктен, өте дұрыс. Бірінші көрінетін жағы не деп аталады? Тістің сауыты, өте жақсы. Ортаңғы бөлігі не деп атаймыз? Иә? мойны дейді. Мойны дейміз. Ортаңғы бөлігі. Соң үшінші бөлігі? Тіс түбірі. Тіс түбірі. Өте жақсы. Алдыңызда сіздерде материал тұр, жаңа сөздерде барлығы тұр. Жаңа сөздерді жазып алсаңыздар болады. Енді менен қайталап, жалпы тыңдасаңыздар, бүгінгі тақырыпты, иә. It is the, what is it? Teeth and jaw. Okay, how we can say the upper jaw in Latin? Maxilla, right? And the lower jaw in mandibula. Excellent. Okay, as Gulfiya Turaliyevna said, Gulfiya Turaliyevna айтқандай, the tooth structure has 3 main parts. The first part is tістің сауыты. Тістің сауыты деген қалай аудармасын көрсеңіздер? The crown of the teeth, yes? It is the visible part, it is the crown of the teeth. And the middle part, how we can say? Middle part, it is the neck of the teeth. Мойын деген сөз ғой. The neck of the teeth. And the third part, it is the root of the teeth. Good. The root of the teeth. The root of the teeth is inside of the bone. And inside of the bone, inside of the teeth, we have the enamel, dentin, and pulp, which contains blood vessels. Yes, which contains nerves and blood vessels. Okay, repeat after me. Enamel. Thank you. Dentin. Okay. Pulp cavity. Okay, thank you. Good. Now you will work in pairs. Жақсы балалар. Енді осы тістің құрылысын меңгердік, иә? Енді осы мамандықты сіздер оқып жатқаннан кейін біздің бойымызда қандай қабілеттер болу керек, қандай құндылықтар болу керек деп ойлаймыз? Мақсат болу керек. Рухани құндылық. Жақсы, өте жақсы. Тағы да үздіксіз даму. Тағы да иә, қыздар. Еңбекқорлық, Ерасыл. Мейірімділік. Айзада. Сабырлық. Бізге медицина маманы болғаннан кейін біз өте сабырлы, қарапайым болуымыз керек. Енді назар аударайық, бұл жерде адал азамат, жарқын болашақ кепілі деп бізге ұран тастап тұр, иә? Бұл жерде біз берілген құндылықтарды бойымызда еш уақытта алшақтамай қолдануымыз керек. Соның ішінде бізге бүгін аса қажетті еңбекқорлық және кәсіпкерлік, жаңа өздері айтып өткен адамгершілік, жаңа өздері айтып өткен мейірімділік. Міне осы қасиеттерді бойымызға сіңірсек, біз әрине болашақта мықты маман боламыз. Жақсы, өте жақсы. Енді скиминг әдісі бойынша жұптық жұмыс тапсырмалар алдыларында бар, ағылшыннан да қазақ тілінде. Сөздер бойынша, work on travel method, you work in pairs and write words in each. Yes, okay? Мәтінді аламыз. Okay, Жұптық жұмыс тапсырмаларымен мәтін бойынша қандай қасиеттер мәтіннен аламыз. Тек слайдтарда жаздық балалар, сол мәтін бойынша өз ойымызды қорытамыз. Сұрақтар беріледі. Дайын болғандарымыз бұл өте болады. Okay, the first pair. Бірінші. Дамир. Айзада. Okay. Дайынсыз ба? Right, okay. You can sit down, Ayzada. It's wrong. Double C, екі C. Yes. Okay, thank you. The second pair.
болсақ дайындалып отырамыз. Қол көтереміз қазір. Даусымызды шығарып айтамыз, балалар естімей отырады жаққа. Болды па балалар? Ондай болса, кім жауап береді? Тұрып жауап бере береміз. Мамыр стоматология тобынан жауап береді, мұқият тыңдаймыз. Ыңғайға келмейтін қызметті берген адамның болашағында мәтінде қалай баға беріледі? Ыңғайы келмейді, е? Бұл мәтінде адамның туысқанда ешқандай жұмысқа икемі болмайтыны, алдағы уақытта өсе келе белгілі бір жұмысқа икемі ақырындап келе бастайтынын береді. Оқу үйрену барысында бойынша. Және жастардың кәсіп таңдауы деген мәтінді оқып шыққанда ыңғайы келмейтін қызметті істеген адамның болашағына мәтінде қалай баға беріледі? Сонымен біздің тақырыбымыз жастардың кәсіп таңдауы және Мағжан Жұмабаевтың мен жастарға сенемін тақырыбы бойынша. Білесіңдер, балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы жастардың кәсіп таңдауда жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызын түсіндіру және мен жастарға сенемін идеясы арқылы жастардың өзіне сенімділігін нығайту. Бүгінгі біздің мақсатымыз. Және стоматология мамандығының ерекшелігін, маңыздылығын, талаптарын анықтап түсіндіру және тістің құрылымын ағылшын тілінде меңгерту сабақтың мақсаты. Қазір тістің құрылысын жалпы білеміз балалар, иә? Тіс неше бөліктен тұрушы еді? 3 бөліктен, өте дұрыс. Бірінші көрінетін жағы не деп аталады? Тістің сауыты, өте жақсы. Ортаңғы бөлігі не деп атаймыз? мойны дейміз. Ортаңғы бөлігі? Соң үшінші бөлігі? Тіс түбірі. Өте жақсы. Алдыңызда сіздерде материал тұр, жаңа сөздерде барлығы тұр. Жаңа сөздерді жазып алсаңыздар болады. Енді менен қайталап, жалпы тыңдасаңыздар, бүгінгі тақырыпты, иә. It is the, what is it? Teeth and jaw. Okay, how we can say the upper jaw in Latin? Maxilla, right, and the lower jaw in mandibula, excellent. Okay, as Gulfiya Turaliyevna said, Gulfiya Turaliyevna айтқандай, the tooth structure has 3 main parts. The first part is tістің сауыты деген қалай аудармасын көрсеңіздер? The crown of the teeth, yes, it is the visible part, it is the crown of the teeth, and the middle part, how we can say? Middle part, it is the neck of the teeth. Мойын деген сөз ғой. The neck of the teeth. And the third part, it is the root of the teeth. Good. The root of the teeth. The root of the teeth is inside of the bone. And inside of the bone, inside of the teeth, we have the enamel, dentin, and pulp, which contains blood vessels. Yes, which contains nerves and blood vessels. Okay, repeat after me. Enamel. Enamel. Thank you. Dentin. Dentin. Okay. Pulp cavity. Okay, thank you. Good. Now you will work in pairs. Жақсы балалар. Енді осы тістің құрылысын меңгердік, иә? Енді осы мамандық сіздер оқып жатқаннан кейін біздің бойымызда қандай қабілеттер болу керек, қандай құндылықтар болу керек деп ойлаймыз? Мақсат болу керек. Рухани құндылық. Жақсы, өте жақсы. Тағы да? Ал?
үздіксіз даму. үздіксіз даму, тағы да. Аха. Иә, қыздар. Еңбекқорлық. Еңбекқорлық, Ерасыл. Мейірімділік. Айзада. Сабырлық. Сабырлық. Бізге медицина маманы болғаннан кейін біз өте сабырлы, қарапайым болуымыз керек. Енді назар аударайық, бұл жерде адал азамат жарқын болашақ кепілі деп бізге ұран тастап тұр. Бұл жерде біз берілген құндылықтарды бойымызда еш уақытта алшақтамай қолдануымыз керек. Соның ішінде бізге бүгін аса қажетті еңбекқорлық және кәсіпкерлік, жаңа өздері айтып өткен адамгершілік, жаңа өздері айтып өткен мейірімділік. Міне осы қасиеттерді бойымызға сіңірсек, біз әрине болашақта мықты маман боламыз. Жақсы, өте жақсы. Енді Келесі. скрининг әдісі бойынша жұптық жұмыс тапсырмалар алдыларында бар, ағылшыннан да қазақ тілінде. Сөздер бойынша, көңіл сөздер бойынша, work on travel method, you work with players and write words in English. Yes, okay. Мәтінді аламыз. Okay. Жұптық жұмыс тапсырмалармен мәтін бойынша қандай қасиеттер мәтіннен аламыз. Тек слайдтарда жатыр балалар, сол мәтін бойынша өз ойымызды қорытамыз. Сұрақтар береміз. Дайын болғандарымыз бұл өте болады. Okay, the first player. Бірінші. Дамир. Айзада. Next one. Okay. Дайынсыз ба? Дайынсыз. Right, okay. You can sit down, Ayzada. It's wrong. Double C, екі C. Yes. Okay, thank you. The second player. Жақсы, дайын болсақ дайындалып отырамыз. Қол көтереміз қазір. Okay, you can sit down. Next row, Nurullah. Inabad. Дауысымызды шығарып айтамыз, балалар, естімей отырады жаққа. Болды па балалар? Ондай болса, кім жауап береді? Тұрып жауап бере береміз. Мамыр стоматология тобынан жауап береді, мұқият тыңдаймыз. Ыңғайға келмейтін қызметті берген адамның болашағында мәтінде қалай баға беріледі? Ыңғайы келмейді, е? Бұл мәтінде адамның туысқанда ешқандай жұмысқа икемі болмайтыны, алдағы уақытта өсе келе белгілі бір жұмысқа икемі ақырындап келе бастайтыны береді. Оқу үйрену барысында бойынша. Және жастардың кәсіп таңдауы деген мәтінді оқып шыққанда ыңғайы келмейтін қызметті істеген адамның болашағына мәтінде қалай баға беріледі. Бұл мәтінде адамға мәтінде берілген бойынша ыңғайы келмейтін жұмысты істеген адам бұл мамандықты тағайындай аламай, ақыр соңында өз бармағын істеп қалады. Жақсы, өкінеді. Өте дұрыс. Ол өзінің қалауымен бағаса, оны қолдап бәрі Өте дұрыс айтады балалар. Мамандықты біз қалай таңдаймыз? Өз қалауымызбен таңдаймыз. Сұрақтар бар ма?
етеміз балалар. Мәтінде адамның әдебиеттарының қалай сипатталған. Мәтінде бізде адам өзін тануы, өз жолын табуы өте қиын деп айтылған және әрбір өнер белгілі бір мінез қасиетті тілейді. Өте жақсы. Өнерге ыңғайлы болу үйренуге, машықтанумен басталады. Ол адам іштен туа өнерге үйренген болып келеді. Туға бағыну пайда болады, иә? Жақсы. Және де қоса кететін болса, баланың белгілі бір өнеге арнағандар, яғни оның ыңғайлы есептейді. Көрнекті орында шені арты мал табатын қызметтері сипатталады. Дұрыс айтады. Өте жақсы. Немістер әрбір өнер ыңғайлы болу және машықтануды талап етеді. Әрбір өнер табиғи талаппен өнерден құралған. Біз талап қажет, біз арнайы тәжірибе өте маңызды. Өте дұрыс айтады. Білім мен тәжірибені қайтуымыз керек, балалар. Ұштастыра білуіміз керек. Жақсы, расын айтамыз. Неліктен әрбір өнер ыңғайлы болу керек? Өйткені мамандық таңдаған кезде басында біз соны оқимыз. Егер соны оқымай басқа мамандыққа кетіп қалсақ, бұл біз жұмыс істей алмаймыз. И өскен кезде, үлкен жасқа болған кезде ол жаман болады. Өкінеміз. Өте дұрыс айтады. Стоматология тобына өте Ата-ананың ықпалымен мамандық таңдау қандай жағдайға әкелуі мүмкін? ата-ананың Ата-ананың ықпалымен мамандық таңдау көбінесе жағымсыз жағдайларға әкелуі мүмкін. Себебі қазіргі таңда ата-ана өзінің жете алмаған мамандығына, арманына, баласын жетелейді. Сен осы мамандыққа бар, осы жақсы, мен осыған барғым келеді деген секілді. Оның балаға деген зияны, балаға ол мамандық ұнамайды, ол ары қарай оны жалғастыра алмайды. Баланың оқи алмауы, оны ары қарай дамыта алмауы, соған әкеліп соғады. Сол үшін уақытын жоғалтуы мүмкін. Сол үшін өз еркімен қалауымен таңдау керек. жақсы, өте жақсы. Келесі. Адамның өзіне лайық мамандықты таңдау үшін қандай қасиеттер қажет деп айтылған. Бұл мәтінеш адамның жауапкершілігімен жұмыс қамтамасығын айтылған. Жақсы, өте жақсы. Бұл мәтінде адамның өз тануы, өз жолын табуы қиын деп айтылады. Адам өзінің ішіндегі дауысын тыңдау керек. Жақсы мамандық табу үшін. Жүрегімізді жүрекке үлкен ән беруіміз керек. Сонда отыра өте жақсы. Сонда ғана өзіміздің сүйікті ісімізді амандық қайтеміз. Жалпы бір сұрақ. Амандық дегеніміз не балалар? Амандық дегеніміз не? Осы жерде қорытай. Мамандық дегеніміз халыққа адал қызмет ету және өмірлік мәні болатын таңдау. Халыққа адал қызмет ету ең бастысы. Қыздар жігіттер. Мамандық дегеніміз адамның белгілі бір салада жұмыс істеуіне бағыт беретін еңбек жолы. Еңбек жолы көзі деп айтуға болады, иә? Айтамын. Мамандық дегеніміз өзімізге ұнайтын іспен айналысу және болашақтағы өзіміздің нанымызды тауып жеу. Дұрыс айтады. Болашақта өзіміздің нанымызды қалай жеу балалар? Адал еңбекпен жеу. Жақсы, өте жақсы. Өте керемет балалар дайындап келдіңіздер. Енді біз топ бойынша бөліндік, иә. Топтық жұмысқа алдағы кезде сіздерге сараптап тұр. Топ бойынша топтық жұмыс. Бірінші, стоматологиясы. Use the online platform learning apps and to complete the crossword puzzle. In the middle, in the central column, you will reveal the hidden word. It is the ascendant, okay? And екінші группа, Mama's Stomatology. Өмірлік бойы Мағжан Жұмабаевтың жастарға деген өсиеті. Үшінші группа, Mama's Stomatologиясы, инфографика дайындау. Тақырыбы менің болашақ мамандығым стоматолог тақырыбына. 5 минут беріледі. Таймерді қосып. Таймер кетті, 5 минут беріледі, уақытты үнемдейміз. Балалар топтық жұмысқа дайындалғанша құрметті отқа балалар. Қай топ дайын екен? Әсемдер тобы топтық жұмысты қорғасын. Мұқият тыңдаймыз балалар. Жауап береміз, мұқият жауап береміз. Бағалау параметрі нағыз бірінші жақын Балалар, you answer the question. Сұрақтарға жауап береміз кроссворд бойынша. Бірінші сұрақ. Жауап береміз сөз жұмбаққа.
Most credit. Great. Okay, right. Дұрыс, өте жақсы. Мұқият қараймыз. The next one. The last molar, what usually occurs in life, living and really adulthood. Adulthood, yes. Naskia. Wisdom. Great. The next one. Қараймыз, мұқият балалар. The first step of the is that children develop logically. Asanya? First things. Дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы. Дұрыс деп айтып тұрсыңдар, иә? Келесі. They solved two story, teacher story. They is Дұрыс. Қадаспаймыз, иә? Next. A doctor treats cysts and the mouth problems. Бірінші сіз көтерілді, Dentist, right? Дұрыс па? And muscle in the mouth used for tasting, speaking, and swallowing. Salving Gerasov. Right. Дұрыс па? Great. Сыр. What about used to restore the damage of such foods? Ойланамыз. Feeling? Great. A high structure in mouth ices for revealing as a cherry. Algina? Right? Yes. Дұрыс па? Дұрыс па? Қошеметтер сұрауызды? Дұрыс па? Бірінші топ? Жақсы балалар. Әр тапсырма бойынша бойымыздағы қасиеттерді бағалай отырып көрсете білдік, иә? Сол қасиеттеріміз үшін болашақта маман болуларыңыз үшін сіздерге сеніміміз бар. Сол үшін аз ғана сыйлығымызды аламын. Топ мүшелеріне. Бұл жерде балалар, өздеріңіз стоматолог болғаннан кейін тістің бейнесі берілген кейін кішкене тәттілік деп айтып отырмын. Тәттілер. Сіздерге де бар, қазір қалай жауап бересіздер, солар белгілерін. Жақсы. Естіз. Жақсы балалар. Керемет қосып қоямыз. Келесі, номер топ дайынбыз ба? Сіздерге берілген рөлді ойын, иә? Естіз. Кеші көңілді жақсы болу, көк түтін, ішімдіктер, қыздар бәрі болу. Ақтөре, бірақ кеше сабақ бармаңыз дұрыс болмады. Апайдан да ұят, ата-анамызға не айтамыз? Не істейміз? Демек істеуге болады? О жастар, не заман мынау, не тірлік андары? Біз сендерге қандай өсиет, қандай тәрбие қалдырдық? Сендер істеп тұрғандарың. О жастар, біз сендерге сен амат. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбында алаш елімдер, қасиетті жерімдер. Мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, тау барма сұңқарға. Иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны. Алаштың олар құрбаны. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш шатын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Бүгінгі қойылған көрініс арқылы сіздерге бір ой жеткізгіміз келді. Мағжан Жұмабаев жастары намысшыл, білім мен өнер жолында жүрген жастар. Ал біз де сол намысты ақтауымыз қажет. Ақиық мен ақыным Мағжан Жұмабаев. Мен жастарға сенемін деп қазақтың маңдайына сипап үміт артып отырған жастарымыз осындай теріс жолға түскен үшін кешірім сұраймыз. Біз жастарға сенеміз. Жақсы, өте жақсы. Сіздерге осы құндылықтан берсек, иә, тәттілерді. Қандай құндылық? Адалдық.
Жақсы. Келесі топ дайынбыз ба? Сіздерге? Отырамыз, бәрімізге жетеді балалар. Жақсы, өте жақсы балалар. Бұл көріністен үлкен ой түйетін мәселе балалар. Солай ма? Ойланамыз, болашақта қателік жібермеуге тырысамыз. Келесі топ тыңдаймыз. Why do young people choose stomatology? Because stomatology is very interesting and stable career and a good salary. Third question, tips for healthy teeth. Brush your teeth twice a day, floss every day, limit sugary foods and drinks, and visit dentist regularly every 6 months. Тыңдаймыз. Көрімізде мен жастарға сенемін тақырыбына мотивациялық қысқарта жазу. Мен жастарға сенемін. Арманы бар жас, болашақтың мықты маманы. Жақсы, өте жақсы. Болма? Сонымен ойымызды қорыттық, иә? Жақсы, өте жақсы. Біліктілікке. Отырамыз орнымызға. Отырамыз. Жақсы балалар. Бәріміз берген тапсырманы өте жоғары деңгейде атап көрсеттік. Енді балалар, экранға назар аударамыз, иә? Не көріп тұрмыз? Who are you? Dentist, yes, you are dentist. 10 жылдан кейін біздегі болашақ көрермендер, тіс дәрігерлері, болашақта біз осы кісілерге кейін қайтеміз? Тісімізді емдетеміз. Нормы балалар? Өзіңді болашақта көру. Ойланамыз, ойланып қалдық бәріміз, е? Ол үшін балалар назар аударамыз. Болашаққа жету үшін жаңа айтып өттік, не дейміз? Мамандықты ұстаңдар. Көк жүзіне алаулы міндет емес ай болу. Ең бастысы қалаулы кәсіп міне сай болу. Деп ақын жазушылар бізге ескерткен. Енді сол мамандықты біз дұрыс таңдап келдік. Болашағымызды көріп отырмыз екен. Okay. It will be in the future, yes, in next 5 years, okay? Keep believing in yourself, keep learning and keep dreaming in yourself, and your hard work now will pay off, okay? Thank you. Бұл сіздердің болашақтарыңыз сені мотивация алдыңыздар деген сенімдеміз негізі. Енді қазір келесі Ментиметрға кірсек, мен сіздерге сілтеме жіберген болатынмын группаға. Рефлексия, кері байланысты кіреміз, ссылкаға, одан кейін бір сөзбен өзімізді, ойымызды жазамыз. Дайынбыз ба? Бүгінгі сабақты бір сөзбен сипаттаңыздар. Describe today's lesson in one word. Бір сөзден жазып шықсаңыздар, in English and in Kazakh. Amazing. Wonderful. It went well. Everything clear. Мамандық туралы жаңа ұғым. Аталарға рахмет. Great. Everything very powerful. It went well. Okay. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады деген сенімдемін. Сіздерге бағалы парақтарын берген болатынбыз, иә? Ең басында. Әрбір топ мүшесі бір-бірден айтып шықсаңыздар, иә? Ең бірінші топ, кім айтады? Бағалы парағы өздеріңіз қалай бағаладыңыздар бүгінгі сабақты? Толғанай? Бағаларымызды қойсақ, қазір жалпы бағасын қорытамыз, бірақ топқа
орташылар өз бағалауларын ұсынсаңыздар. Жастарын жазамыз, әрбір ұсынатын жазамыз. Болды ба? Так. Болды ма? Орнынан жүріп? Иә, болды. Толғандай, толығынан. Иә, тез жинап ал да, бағасын айтып жібереді. Толғана өзіңізше айта кетсеңіз, иә? English 7. Общий балл. Yeah, generous балл. 60. Ага. Really? Жақсы. Айтады, келесі, тез-тез. Амина 80, Дедбол 75, Мадина 80, Жанерки 80 и Нұршат 80. Жақсы. Топ қойған бағаларды этап-этаппен өздері бағалап отырсыңдар, иә? Мына топтан келесі. Азилия, қайраткері ғой. Тез. Альбинада 69, Таскенде 70, Азимханда 75, Данада 80, Жақсы, өте жақсы. және Ерасылда 76. Жақсы, өте жақсы. Айзада тез. Мен инноватор 75-ке бағаладым, Нұрлыны 75-ке, Дамирді 75-ке, Еламанды 71-ге, өзімді 75-ке бағаладым, Қанжарды 75-ке бағаладым, Аяулымды 75-ке бағаладым. Жақсы. Керемет. Жақсы. Мен сізге көрсетілді. Келесі. Енді біз өзіміздің бағамызға сәйкесек, енді мен ойлаймын, активистер, бүгінгі күннің активистері белгілі болды деп, осы группада ең бізде өте белсенді қатысқан Нұрлыға мен 90 қойғымыз келеді, иә? Жақсы. Топ мүшелерінен 75 балдан қоямыз, иә? Рахмет. Мамыр тобынан мен Нұрсәтке және Толғанай Аминаға 90 балл қойып келеді, себебі Бекбол да бар. Еме бағаға бес баса тар емеспін, бәріне 90 қояйын. Өйткені көріп отырмыз еңбектерді. Және мен бұл группа енді ең қиын тапсырма, ол бізде кроссворд жасау, бұл группаға мен барлығына жалпы белсенді қатысты 80 балл қойғым келеді. Жақсы. Балалар бағалап алса, үйге тапсырманы мұқият қараймыз. Үй жұмысына қарасаңыздар, назар аударсаңыздар. Мамандығы мақтаныштың тақырыбына эссе жазамыз. Эссенің шартын білесіздер. Vision created by IE, students' reason for choosing the dentistry profession in the future. И жиі қолданамыз, иә? Қолданыс бойынша жасаймыз. Жақсы балалар, мұндай болатын болса сабағымызды қорыта келейік. Жастардың кәсіп таңдауы. Мен жастарға сенемін. Түсінікті ғой? Оған зиялы қауым, олардың жазушылардың еңбегін оқи отырып, қана біз жетістікке қайтеміз? Жетеміз. Сол үшін мамандықты дұрыс таңдаңдар, өте керемет жансыңдар. Енді осы мамандықты қайту керек, жаңағы экрандағыдай 10 жылға дейін жетістікке қайту керек. Жетістікке жету үшін бірінші кім қуанады? Ата-ана қуанады, одан кейін ұстаздары, одан кейін ұстаз. Жақсы, керемет. Өте жақсы жұмыс жасадыңыздар бүгін, бәрекелді. You did well work, good job. Және топ бойынша өте жақсы жұмыс жасадыңыздар сіздерге. Көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Өте жақсы балалар. Сіздерге көп рахмет. Онда сабақ аяқталды. Заттарыңдар қалсын. Заттарыңызды алсаңдар, сабағымыз аяқталды, шығамыз.